Саламатсың қазақ елім. Мен 3-ші сынып оқушысы Мусай Бибігүл. Республикалық онлайн абай оқуларының қатысушысымын. Қақтаған ақ күмістей кен манделі. Қақтаған ақ күмістей кен манделі. Аласы аз қара көз нұр жайнайды. Жүгішке қара қасы сызып қойған. Bir жаны ұқсатамын туған айды. Маңдайдан тура түскен қырлы мұрын, ақша жүз ал қызыл беттіл байлайды. Аузын ашса көрінер кірсіз тісі, сықылды қолмен тісе үш қайнайды. Сөйлесе сөзі әдепті ән мағыналы, күлкісі бейне бұлбұл құс сайрайды. Жұп-жұмыр ақ торғында мойыны бар, үлбіреген тамағын күн шалмайды. Тақтадай жауырыны бар, иығы тік, екі алма кеудесінде қисаймайды. Сорақы ұзын да емес, қысқа да емес, нәзік бел салып шыбықтай бұрандайды. Етіндей жүз баланың білегі бар, әжімсіз ақ саусағы іскен қиялы. Қолған қара шашы бар жібек салды. Торғындай толқын ұрып, көз таңдайды. Қандай қыздар ләззат бар жан таппаған. Сұлуы бұл заманның тек батпаған. 18-19-ға келгеннен соң алмасы өкпе болар қол баспаған. Бұлардың кейбір мінездері еш нәрсе көрмегенсіп бұтақтаған. Кейбір жайдары ашық болан деп, орынсыз адамдармен жыртақтаған. Әуелде сұлу жайы бізге мәлім. Жігітті жұрт мақтаған, қыз жақтаған. Кей жігіт мақтанышын құлық қылмай, бойына маңдайлықпен сыр сақтаған. Кей жігіт арсыздықпен ұят сынбай, қолы жетпес нәрсеге тыртақтанған. Орынды іске жетпес қылмай, не болмаса жұмыс қып мал бақпаған. Қасиетті болмайды ондай, әншейін құр бекерге